Басқармадан бастай берейік пе? Бар ма? Құрметті жиналысқа қатысушылар, бүгін мына Қызылорда облысы Жалған ауданында орналасқан тұрмыстық қалдықтар полигоны экологиялық жобасына қоғамдық қоңырау шарты ұйымдастырудамыз. Енді экологиялық кодекстің қағидалары бар. Сол қағидаларға сәйкес осы қоғамдық қоңырауларды жүргізетін боламыз. Қоғамдық қоңыраулар қағидасының 25-ші тармағына сәйкес экологиялық жобаға мүлде қатысы жоқ ескертпе және ұсыныстары ескерілмейді. Жалпы мен өзімнен бастайын, осы қоғамдық қоңыраудың төрағасы болып, есім Сапарбаев Қайрат Абдрахманұлы, Жалған ауданының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы. Қоғамдық қоңыраулар өткізу үшін хатшыны сайлап алуымыз керек және осы қоғамдық қоңыраудың регламентін бекітіп алайық. Енді баяндама регламенті 10 минут. Негізі осы жобаны жасаушы мекеменің маманы баяндайтын болады. Хатшыға байланысты біздің сөзіміз және хатшы ретінде Ахметов Ұланбек Мадияровтың бізде болырмыз. Соны қасы болмасаңыздар, осы қоғамдық қоңырауды ашық деп жариялап бастауға рұқсат етіңіз. Енді регламент бойынша біз айтып өттік, регламент 10 минуттей болады. Сосын баяндамашыдан сұрақ-жауаптарға жауап беретін боламыз. Осы қатысушылар тарапынан. Енді заңдылықтарға сәйкес осы қоғамдық қоңырауға өкілетті орган мамандары қатысып отыр. Облыстық табиғи ресурстар басқармасының бас маманы қатысып отыр және экология департаментінің мамандары қатысып жатыр. Негізгі тақырыптарға айтып өттім. Жалған ауданында орналасқан тұрмыстық қалдықтар полигонының экологиялық жобасына арнайы ой рұқсат алуымыз керек. Сол себепті осы мәселені талқылайық. Регламент бойынша негізгі баяндамашы бізде Қазграм экопроект жауапкершілігі серіктестігінің маманы Молдабекова Айман ханымға сөз беруге рұқсат етіңіз. Жалпы осы Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында орналасқан тұрмыстық қалдықтар полигонының осы жұмыс жоба бойынша тапсырыс берушісі колхоз Жаңақорған жабылады. Енді полигон Қызылорда облысы Жаңақорған ауданының аумағында орналасқан. Жер учаскесінің жалпы ауданы 20 гектар жер алып тұрады. Ал бұның сұрыптау пункті 1,5 гектар жер алып тұрады. Енді тұрмыстық қалдықтар полигонының салу мақсаты қатты тұрмыстық қалдықтарды жинау, тасымалдау, кәдеге жарату, өңдеу және көму қызметтерінің тиімділігін, сенімділігін, экологиялық және әлеуметтік қауіпсіздігін арттыру, сондай қалдықтарды қауіпсіз көму жағдайын қамтамасыз ету болып табылады. Қалдықтарды сұрыптау нәтижесінде көмуге жататын көлем тәулігіне 6,312 тонна немесе жылына 2304 тонна қауіпті емес қалдықтарды құрайды. Яғни жалпы қалдықтар 24% ғана полигонда бөлінеді. Яғни бұның қалғаны 76% сұрыпталады және ары қарай қайтарымды педагогқа жіберетін болады шарттар бойынша. Жалпы енді полигон өзіне келетін болса, жоба бойынша келесі нысандардың құрылысы көзделген. Кезекші қызметкерге арналған ғимарат, қойма, бір орынды дәретхана, көмірге арналған шатыр, бақылау дезинфекциялау ваннасы, 3 метр куб көлеміндегі техникалық суға арналған резервуар, әрқайсысы 25 метр кубтан болатын 2 өртке қарсы су қоймасы, және де 10 метр куб көлеміндегі шұңқыр және тазарту құрылыстары. Қатты тұрмыстық қалдықтарды үйіп сақтау, тығыздау және оқшаулау жұмыстары полигонда толықтай механикаландырылған түрде жүргізілетін болады. Полигон негізгі элементтерінде кіребері жол, тұрмыстық қатты қалдықтарды орналастыру учаскесі
және шаруашылық аймағы жатады. Жалпы осы қатыр мысық полигонында 17 траншея қарастырылған. Енді бұл жерде тұрмыстық қатты қалдықтар сақтау алаңы бір жұмыс траншеясының қабылданған тереңдігі 1,5 метр, қалдықтар 4 қабат етіп салынады. 1 қабат жер деңгейіндегі, ал 3 қабат жер бетіне жоғары шығады. Қабылданған әдіс полиэтилен, яғни бұл жерде әр траншеяның түбінде геомембрана төселінеді. Не үшін? Осы қатты тұрмыстық қалдықтарының жер топыраққа ешқандай зиянын келтірмес үшін төселінетін болады. Енді технологияға келетін болсақ, бірінші қабат синтетикалық материал геомембрана. Екінші қабат қалыңдығы 0,130 метр құмды топырақ толтырылады. Одан кейін бұл жерде 3 қабат қылып тығыздығы 0,5 тонн метр куб болатын қатты тұрмыстық қалдықтар 2 қабат қылып төселінетін болады. Одан кейін 4-ші қабат қалыңдығы 0,50 метр болады, үстіңгі оқшаулаушы қабат, және де ең үстіңгі 5-ші қабат бұл қалыңдығы 0,2 метр құнарлы өсімдік қабаты. Яғни бұл жерде бірнеше 11 траншеяның ішінде әрқайсы траншеяда геомембрана төселінгенімен бірінші қабат мысалы топырақ төселінеді ғой, екінші қабат бұл жерде тұрмыстық қалдықтар төселінеді, оның үстінде тағы да оқшаулаушы топырақ төселінеді, одан кейін тағы да үстінен үшінші қабат бұл тұрмыстық қалдықтар төселгенмен, осылай тұрмыстық қалдықтар 3 қабат төселгеннен кейін барып бұл жерде құнарлы топырақпен жабылатын болады. Құнарлы топырақ оқақтан алынған, яғни бұл жерде тұрмыстық қалдықтарды көмекті траншеяларда қазған кезде бұл жерде міндетті түрде жер қабатындағы 0,2 метр құнарлы топырақ алынады. Ол құнарлы топырақ экокодекс бойынша ешқашан құртуға жаратуға болмайды, оны алаңның бір шетінде сақтап қоятын болады. Бұл не үшін? Ертең осы полигон әр траншеяны жапқан кезде үстінен осы құнарлы топырақ төселінетін болады. Яғни айта кетейін, негізінде осы полигонның жұмысы аяқтағаннан кейін бұл қатты тұрмыстық қалдықтар төселінген жабылғаннан кейін барып, бұлар міндетті түрде бұл жерде абаттандыру, көгаландыру жұмыстарын жүргізілуі міндетті. Экокодекс заңы бойынша істеу керек. Яғни бұл жерде құнарлы топырақтар осы кезде көгаландыру, абаттандыру жұмыстарына қолданылатын болады. Және де айта кетейін, осы эксплуатация жұмыс барысында полигонның бұл жерде енді атмосфера бөлінетін ластағыш заттар болады. Ластағыш заттардың жалпы көлемі айта кеткенде 36 тонна болады жылына. Одан кейін бірнеше бұның 2 ұйымдастырылған және 3 ұйымдастырылмаған ластағыш көз қарастырылған болады. Енді бұл атмосфера ластағыш заттарын азайту үшін, мысалға керосин, бұл жерде тағы да сумен орошение болады, сумен шашып жұмыс ететін болады. Және де енді жер асты жер үсті суларға келетін болса, яғни бұл жерде ол су қорғау аймаққа кірмейді полигон, және де ол қолданатын кезде пайдалану кезінде бұл жерде жер асты суларды пайдалану көзделмеген, қарастырылмаған. Және де осы пайдалану кезінде тұрмыстық қатты құрылыс кезінде пайдалану кезінде қалдықтар төленетін болады. Ол қалдықтар міндетті түрде экокодекс заңы бойынша бұл жерде бөлек алаңша қарастырылған, сол жерде бүкіл қалдықтар төленетін болады, ол жерде сұрыпталып тұрады. Және айта кетейін, осы сұрыпталған әр қалдықтарды әр кәсіпорынға мамандырылған кәсіпорындармен шартқа тұрып, осы сұрыпталған қалдықтарды әкететін болады. Мысалы, қайтадан переработкаға тағы осындай нәрселер. Жалпы осы полигон осы жоба бойынша баяндаманы айтып қойдым, сізге оқып бердім. Енді осы баяндамаңыз бойынша, экология бойынша сұрақтарыңыз болса, сіз кейінірек шамалы қоятыныңыздар сұрақтарыңыз болса, өйткені осы полигон экспертизаға экология түскен кезде бұл жерде әр мемлекет органдардан түседі, ұсыныстар мен сұрақтар түседі. Енді осы менің міндетім, бұл ұсыныстарды мен оқуын шығын керекпін. Осы қоланы тыңдауда, оны сіздер бәрін көріп, оқып тыңдауыңыз сізден сұранамын. Енді бірінші сұрақ, Қызылорда облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасынан яғни сұрақтар түскені. Қазақстан Республикасы экология кодексінің 350 бабының 8 тармағына сәйкес әрбір полигон олардың қоршаған ортаға жағымсыз әсер ету алдын алу үшін
қалдықтарына түзілетін түзінділер мен сақтылы суларды мониторингтеу жүйесімен жабдықталуы тиіс. Екінші сұрақ, осы ретте кодекстің 350 бабы бойынша 16 тармағында қалдықтар полигонының жобасында оны жабу, жерлерді рекультивациялау, қоршаған ортаға әсер етуіне мониторинг жүргізу және полигон жабылғаннан кейін астамды бақылау үшін тарату қорын құру көзделген. Үшінші сұрақ, Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурс министрінің 2022 жылғы 22 тамыздағы нөмір 509 бөлігімен бекітілген полигон операторын тарату қорын қалыптастыру қағидасына сәйкес, атап айтқанда тарату қорын полигонды пайдалану басталған күннен бастап полигон оператор жүзеге асыратын жыл сайынғы аударымдар есебін қалыптастыру тәртібі мен талаптарын қатаң сақтау қажет. Қазақстан Республикасы экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021 жылы 30 шілдегі нөмір 280 бөлігімен бекітілген экология бағалауда ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес объектінің көзделіп отырған қызметі іске асыру кезінде қоршаған ортаға және оның компоненттеріне кері әсерін бойынша азайту және адамның өмірі ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілер болып табылатын объектілердің санитарлық қорғаныш аймақтарына қойылады. Санитариялық эпидемиялық талаптар, санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 10 қатардағы нөмір 40 РДСМ 2 бөлімінің 53 тармағына сәйкес, атап айтқанда 5-ші және 4-ші сыныптардағы объектілерге арналған санитарлық қорғау алаңының бірінші санаттағы объектілер үшін 40% абаттандыру жұмыстары жүргізілу керек, көгалдық жұмыстар жүргізілу керек. Енді жауаптарға келетін болсақ, бірінші жауапқа ескерту назарға алынды, екінші сұраққа ескерту назарға алынды. Бұл жерде осы ескерту назарға алынғанда осы түзелінген қателердің ұсыныстарды біз беттерін қандай екенін белгілеп қойдық. Үшінші сұраққа Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрінің 2022 жылы 11 қаңтардағы нөмір КДСР 2 бөлігімен бекітілген азаматтар тіршілік ету ортасына және денсаулығына әсер ететін объектілерге қойылатын санитар қорғаныш аймақтарының санитарлық эпидемиялық санитарлық қағидаларына 11 бөлімнің 45 тармағының сәйкес өндіріс және тұтыну қалдықтарының бірінші және екінші қауіптілік класына жататын улы қалдықтар орналастыру, залалсыздандыру және көмуге арналған полигондар, сондай-ақ қатты тұрмыстық қалдықтарды орналастыру полигондары бірінші қауіптілік класына жатқызылып, оларды санитарлық қорғаныш аймағы, яғни 1000 метр болуы тиіс. Енді бұл жерде 1000 метр болғаннан кейін, бірінші санаттағаннан кейін бұл жерде көгалдандыру жұмыстары 40%-ға жүргізетін болады. Енді жобаланатын қызмет түріне қатысты халықтың санитариялық эпидемиялық салауаттылығы саласындағы қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерін сақтау толықтай сақталатынын хабарлаймыз. Қатты тұрмыстық қалдықтар орналастыру полигонының құрылысының жобасы Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы заңнамасына сәйкес кешенді ведомстводан тыс сараптаға ұсынылатын болады. Бұл ретте Жаңақорған ауданы Қызылорда облысы аумағында қатты тұрмыстық қалдықтар полигон салу жобалық құжаттама Қазақстан Республикасының халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы кодекстің 44 бабына 3-ші тармағына сәйкес кешенді ведомстводан тыс сараптама жатады және осы сараптама шеңберінде алдын ала санитарлық қорғаныш аймағы белгіленуі тиіс. Яғни бұл жерде айтқанда 1000 метр. Енді санитарлық қорғаныш аймағын белгілеу екі кезеңнен тұрады. Алдын ала санитарлық қорғау аймағы атмосфералық ауа ластануының таралу себебі және физикалық әсер ету, шу-тірі электромагниттік өріс және тағы басқа негізінде жобалық есеп арқылы жүргізілетін болады. Енді Қызылорда облысының санитарлық эпидемиялық бақылау департаменті түскен сұрақ пен ұсыныстар. Енді бұл жерде орысша сұрақ болғаннан кейін орысша оқылған, жауабымыз қазақша болады. В соответствии с пунктом 346 Кодекса здоровья народа и систем здравоохранения, правильная документация строительства полевой твердый подход в Петропавловском районе Казахстанской области, то комхоз Жаңақорған подлежит комплексной вневедомственной экспертизе, в рамках которой должна быть установлена предварительная санитарная защитная зона. Согласно приказу номер
Казахстан Республики СМ-2 от 11.01.2022 года действующий промышленный объект с вредным выбросом физических факторов требует разработки проектов санитарно-защитных зон и обоснования их размеров. Обоснование размеров границ СЗЗ в соответствии с пунктом 36 главы 2 СП осуществляется хозяйствующим субъектом, эксплуатирующим объекты, являющиеся источником химического, биологического и физического воздействия на атмосферную воздух населенных пунктов на этапе строительства, реконструкции или технического перевооружения действующего объекта и группы объектов объединенных территориальных промышленных комплексов, промышленных узлов. Керосусара в связи с этим после ввода объектов в эксплуатацию для действующих объектов ТУО Комхоза полигон ТУО на основании статьи 20 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения и пункта 9 ДСМ-2 необходимо установить санитарно-защитную зону. Выполнено основание проекта с расчетами растений, загрязняющих воздействие на атмосферный воздух, физического воздействия на атмосферный воздух. В связи с этим необходимо получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проект соблюдения СЗЗ. Я был департаменте суда Қазақшасы және орысшасы вариант екен. Барлығы осы сайттар туралы аймағы бойынша сұрақтары, талаптары. Енді мен айтқанымдай бұл сұрақтарға біз жауап бердік және өзгерістер енгіздік. Яғни бірінші сайттар туралы аймағы міндетті болып табылады. Және де абаттандыру, көгаландыру жұмыстары міндетті түрде қарастырылған, жобада қарастырылған. Енді согласно пункту 50 параграфа 2 СП СЗЗ для объекта 2-3 класса опасности максимальное отделение предусматривается не менее 50%. Енді бұл жерде бізде 40% болып келеді. Келесі сұраққа жауап беретін болсақ, Қызылорда облысының төтенше жағдайлар департаментінен түскен сұрақ. Қызылорда облысы төтенше жағдай департаменті Жаңақорған ауданындағы Қожанақорған жауапкершілігі Жаңақорған ауданында тұрмыстық қалдықтар полигонының құрылысына өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы төтенше жағдай министрінің 2022 жылғы 26 ақпанындағы нөмірі 55 бұйрығының 5-ші тарауына сәйкес қатты тұрмыстық қалдықтарды сақтау жөніндегі полигондарды ұстау кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібінің талаптарын, қатты тұрмыстық қалдықтарды сақтау жөніндегі полигондарға қызмет көрсетумен ұтымның алдын алу үшін ұйымдастыратын басшылар, ұйымдардың басшылары тұрақты түрде қажетті арнайы техниканы бульдозер, өзі аударғыш, экскаватор, тиегіш, суару машинасы, су таратқыш, су айдауға мотопомпалар болуын қамтамасыз ету ұсынылды. Енді бұл ұсынысқа қарастырып жатырмыз. Ескерту осы назарға алынатын болады. Келесі біздің сұрағымыз түскен Қызылорда облыстық орман шаруашылық және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы осы мемлекеттік мекемеден түсіватқан ұсыныстардың сұрақтары Қазақстан Республикасының 2023 жылғы 2-ші қаңтардағы өсімдіктер дүниесі туралы нөмір 108-8-ші заңның 7-ші бабы мен 2-ші тармағына сәйкес жеке және заңды тұлғалар жабайы өсетін өсімдіктерді, олардың бөліктері мен дериваттарын жоюға және өндіруге заңсыз жинауға жол бермеуге. Екінші, өсімдіктер дүниесін пайдалану қағидаларын, талаптарын сақтауға және өсімдіктер өсетін жерлерге теріс әсер етуге жол бермеуге. Үшіншісі, табиғи өсімдіктер қауымдастықтарының тұтастығын бұзбауға, олардың биологиялық әралуандылығының сақталуына ықпал етуге. Төртінші, өсімдіктер дүниесін пайдалану процесінде өзге табиғи объектілер жай-күйінің нашарлауына жол бермеуге. Бесінші, өсімдіктер дүниесі алып жатқан учаскелерді өрт қауіпсіздігінің талаптарын сақтауға. Алтыншы, өсімдіктер дүниесін пайдалану жүзеге асыру кезінде өзге тұлғалардың құқықтарын бұзбауға міндетті. Енді бұл ескертулер бәрі есепке алынды. Міндетті түрде қоршаған ортаға, яғни жануарлы өсімдіктерге зиян келтірмеуге шаралар қарастырылатын болады. Сонымен қатар жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы Қазақстан Республикасы 2004 жылғы
шаруашылық және өзге де қызметті жобалау мен жүзеге асыру кезінде жануарлар дүниесі әлеуметтік мекендейтін ортаны және олардың көбею жағдайларын, жануарлардың өріс алдағы жолдар мен шоғырланған жерлерді сақтау жөніндегі іс-шаралар көзделуге және жүзеге асырылуға, сондай-ақ жабайы жануарлар мекендейтін орта ретінде ерекше құнды болып табылған учаскелерге ешкімнің қол сұқпауын қамтамасыз етуге тиіс. Сондай-ақ 17-ші баптың 3-ші тармағына сай шаруашылық және осы баптың 1-ші тармақтарына көрсетілген өзге де қызметті жүзеге асыратын субъектілер уақыт-онымен келісім бойынша техника-экономикалық негізінде мен жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу кезінде осы заңның 12-ші бабы 2-ші тармағына 2-ші және 5-ші тармақшалар талаптарын сақталуын қамтамасыз ету жөнінде іс-шаралар жүзеге асырулары қажет. Және заңның 12-ші бабының кешіріңіздер, шамалы тынышталсаңдар бола ма рахмет. Заңның 2-ші бабының 1-ші тармағына сәйкес жануарлар дүниесінің жай-күйіне, мекендейтін ортасына, жағдайларына және жануарлардың өріс алдағы жолдарына әсер ететін немесе әсер етуі мүмкін болатын қызмет жануарлар дүниесінің олар мекендейтін ортаны сақталуы және өзінің молайтын және өзгертілетін және оның ішіндегі болмай қоймайтын зиянды өтеуге қамтамасыз етуді талаптары, оның ішіндегі экологиялық талаптар сақталып отырып жүзеге асырылуға тиіс. Яғни бұл жерде осы талаптар іс-шаралар қарастырылатын болады, талаптарға сәйкес жұмыс істелетін болады. Келесі су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі Арал-Сырдария бассейндік инспекциясынан келіп отқан сұрақтар, ұсыныстар. Жалпы Қазақстан Республикасы экологиялық кодексі 68-ші бабының 5-ші тармағы 2-ші тармақшасына сәйкес Комхоз жаңа қорған жауапкершілігі серіктестігінің жаңа қорған ауданында тұрмыстық қатты қалдықтар полигонының құрылысында белгіленіп отырған қызмет туралы өтініш қарастырылып, төмендегі ескертулер мынадай жолдайды. Жер асты және немесе жер үсті суларын пайдаланған жағдайда Қазақстан Республикасы кодексінің 45 бабына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсат құжатын рәсімдеу қажет. Арнайы су пайдалану рұқсат құжаты Қазақстан Республикасы геология және табиғи ресурстар министрлігінің 11.09.2022 жылының 216 бұйрығымен 1-ші қосымшасында арнайы су пайдалануға рұқсат мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларына көрсетілген қажет құжаттар тізбесіне сәйкес рәсімделуі тиіс. Екінші бұл жерде сұрағы ұсынысы ұлттық Қазақстан Республикасы су кодексінің 75-ші бабының 5-ші тармағына сәйкес қызметті су объектілерінің жай-күйіне әсер ететін жеке және заңды тұлғалар Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауға және су объектілерін ластанудан, танудан және сақтаудан қорғауды қамтамасыз ететін ұйымдастырушылық, технологиялық, гидротехникалық, санитариялық, эпидемиялық және басқа да шаралар жүргізуге міндетті. Қазақстан Республикасы су кодексінің 91-ші бабының 1-ші тармағына талаптарына сәйкес мұнай химия заттарын және су объектілерінің жай-күйіне теріс әсер ететін басқа да заттарды тасуға және сақтауға арналған құрылыс-жайлар мен құрылғыларды судың ластануын жойғызбауға арналған құралдармен жабдықтамай және тасу кезінде авариялардың салдарынан жою жоспарларын бекітпей пайдалануға беруге тыйым салынды. Қазақстан Республикасы кодексінің 92-ші бабына 5-ші тармағына сәйкес жер қойнауын пайдалану жөнінде операциялар жүргізу кезінде жер қойнауын пайдаланушы жерасты суларды қорғау жөніндегі шараларды қабылдау міндетті. Аталған баптың 5-ші тармағына сәйкес жер қойнауын пайдаланушы және қойнауын геологиялық зерттеу, пайдалы қазбаларды барлау және өндіру, жер қойнауы кеңістігін пайдалану жөніндегі операциялар жүзеге кезінде жарасты сулардың ластануы мен сақталуын алдын алу жөніндегі шаралар қабылдауға міндетті. Осындай сұрақ түскен еді және айта кетсем, бұл жерде полигон су қорғау аймаққа кірмейді және бұл жерде жерасты жер үсті суларды пайдалануға көзделмеген, яғни бұл жерде жерасты жер үсті суларға ешқандай зиян келтірмейтін болады. Бірақ осы сұрақтарға ұсыныстарға нақты жауап біз жазып қойдық. Келесі ұсыныс, яғни Қызылорда облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасынан ескерту ұсынысының жоқ. Жаңа Қорған ауданы әкімінің ескерту ұсынысының жоқ. Енді келесі Қызылорда облысы бойынша экология департаментінен бұл жерде сұрақтар келіп отыр. Бірінші сұрақ, белгіленіп отырған қызмет іске асыру барысында Қазақстан Республикасының 02.02.2020 жылғы 1406 Қазақстан Республикасы экология кодексінің 350 бабына сәйкес мынадай талаптар сақталуы қажет. Бірінші талап
маселелер. Бірінші, қоршаған ортаны және адамдар денсаулығын қорғауды мақсат болуы, полигон шегінде қалдықтарды тұрақтандыру тәсілдерін қамтамасыз етуді, қабылданатын қалдықтардың сапалы құрамын қамтамасыз етуді, қабылданатын қалдықтардың көлемі бойынша шектеулі және олар органикалық құрамдастарының биологиялық деградациялану қабілетінің болуы, қорғау өлшем шарттарына сәйкес ықтимал қауіпті құрамдарды көлемі бойынша шектеуді, қалдықтар мен сүзгінің экологиялық қасиеттерін төмендету қамтиды. Одан кейін қалдықтарды жинақтауға немесе көмуге арналған арнайы белгіленген орындардан тыс қалдықтарды жинап қоюға тыйым салынады. Әрбір полигон олардың қоршаған ортаға жағымсыз әсер етуінің алдын алу үшін депонирленген қалдықтарды сүзгілер мен сарқынды суларды мониторингтеу жүйесіне жабдықталуы тиіс. Енді тұрмыстық қатты қалдықтар полигондары шығарындарды мониторингтеу жүйесіне жабдықталуы тиіс. Тұрмыстық қатты қалдықтардың полигондары сүзгілі және қоқыс газын жинауға және бұруға арналған жүйелермен жабдықталуы тиіс. Сүзгілі мен қоқыс газын жинауға және бұруға арналған жүйелерді жобалауға, салуға және пайдалануға қойылатын талаптар сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерде қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган бекітілген ұлттық стандарттарда белгіленеді. Екінші ұсыныс жаңадан салынып жатқан тұрмыстық қатты қалдықтар полигондары сүзгіге қарсы экранмен жабдықталуы тиіс. Сүзгіге қарсы экрандарды жобалауға және салуға қойылатын талаптар сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерде белгіленеді және ұйымдық құқықтық нысанына қарамастан заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлердің орындалуы үшін міндетті. Полигонда көмуге арналған қалдықтардың көлемі мен қауіпті қасиеттер оларға полигондарға түскенше азайтылуы тиіс. Полигон операторы биологиялық ыдырайтын қалдықтарды көму көлемін азайту және қоқыс газын жинау және кәдеге жарату жүйелерін орнату жолымен полигонда метан шығарындарын азайту бойынша шаралар қабылдауға тиіс. Полигон операторы қалдықтарды сыныпта негізінде оларды қабылдаудың біріздендірілген нәсілін әзірлеуі тиіс. Жұмыстарды жоспарлаудың негізгі құжаты қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органмен келісілген полигонды пайдалануға болып табылады. Қалдықтар полигон жобасында олар жабу, жерлерді рекультивациялау, қоршаған ортаға әсер етуіне мониторинг жүргізу және полигон жабылғаннан кейін ластануды бақылау үшін тарату қорын құру көзделуге тиіс. Тарату қорын полигон операторы қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган бекіткен қағидаларда белгіленген тәртіппен қалыптастырылады. Тарату қорынсыз қалдықтар полигон пайдалануға тыйым салынды. Полигондарда қалдықтарды орналастыруға және полигондарды ұстауға қойылатын талаптарды сақталуға қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады. Қалдықтар полигон жобасында оны жабу, жерлерді рекультивациялау, қоршаған ортаға әсер ету үшін мониторинг жүргізуге және полигон жабылғаннан кейін ластануды бақылау үшін тарату қорын көзделуге тиіс. Тарату қорын полигон операторы қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган бекіткен қағидалар негізінде қалыптастырылады. Тарату қорынсыз қалдықтар полигон пайдалану тыйым салынады. Қазақстан Республикасы экологиялық кодексінің 151 бабына сәйкес мынадай талаптар сақталуы қажет. Полигондарда қою үшін мынадай қалдықтар, яғни ішінде сұйық нысандағы кез келген қалдықтар, полигон жағдайында жарылғыш, коррозиялық, тотығатын, өрт қауіптілігі жоғары немесе өрт қауіптілігі табылатын қауіпті қалдықтар, сумен реакцияға түсетін қалдықтар, медицина қалдықтар, Қазақстан Республикасы ветеринария саласындағы заңнамасында айқындалған биологиялық қалдықтар, рекультивация кезінде тұрақтандырғышы материал ретінде қолданылатын жұмыстарында пайдаланылатын шиналар және олардың фрагменттері, құрамында жойылуы қиын органика бастағыш қалдықтарды, пестицидтерді, қабылдау өлшем шарттарын қанағаттандырмайтын қалдықтар, пластмасса, пластик, полиэтилен, макулатура, картон, шамдар, аспаптар, шыныстар, шыны-сынықтар, түсті және қара металлдар, литий қорғасын, электронды және жабдықтар, пайдаланудан шыққан көлік қалдықтары, құрылыс қалдықтары, тамақ қалдықтары, олардың бәрі неге полигонға тыйым салынған.
Екіншісі қабылдау үш ұйым шарттарын орындау мақсатында қалдықтарды араластырмауға тыйым салынады. Тұрмыстық қатты қалдықтар полигондарына қалдықтарды осы баптың бірінші тармағының 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 және 17 тармақшаларда көрсетілген түрлері бойынша міндетті түрде сұрыптау көзделуі тиіс. Тұрмыстық қатты қалдықтар сұрыптау қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган тізбеге енгізілген ұлттық стандарттар сақталып отырып жүзеге асырылады. Осы тармақтардың бірінші бөлігінде көзделген талапты орындау қамтамасыз етілген тұрмыстық қатты қалдықтар полигон пайдалануға тыйым салынды. Қалдықтармен операцияларды орындау кезінде экология кодексінің 329 бабы бойынша және 353 бабына сәйкес иерархия қағидалары ескерілсін. Суда қалдықтарды пайдалану баламалы әдістерді көздеусін. Жер-көлік жұмыстарын орындау кезінде шаңды басу жөніндегі іс-шараларды іздеу, санитар қорғаныс аймағында көгалдандыру іс-шаралары қарастырылсын. Қазақстан Республикасының 02/2021 жылы нөмір 407 экология кодексінің 401 бабының бірінші тармағына сәйкес әрбір нақты объектіні салу және пайдалану үшін трассалар, конструкциялар, жабдықтар, технологиялар мен техникалық құралдар орналастырылатын жерді таңдау, қоршаған ортаға жағымсыз әсер етуді азайту мақсатында баламалы негізінде жүргізілуі тиіс. Қалдықтар мен операцияларды орындау кезінде экологиялық кодексінің 329 бабына және 353 бабына сәйкес иерархия қағидалары ескерілсін. Сондай қалдықтарды пайдаланудың баламалы әдістері көзделсін. Ұсынылған құжаттарға сәйкес 19 жылы сағат 3:00 қоғам тыңдауларының түскен ескертулер мен сұрақтардың бәрі олар міндетті түрде құжаттама енгізілсін деп осындай талабымыз бар. Яғни бұл жерде біздің сұрап жатқан талаптың бәрі біз ондай ұсталып тұр. Яғни бұл сараптау технологиясы бар. Бұл жерде зиянды қажет емес нелер полигондарға заңсыз ондай нәрселерді көмуге қарастырылмаған. Тұрмыстық қалдықтар бұл жерде яғни зиянсыз қарастырылған. Және де мен айтқандай бұл жерде барлық сұрыптамадан өткен бүкіл нелер қалдықтардың сұрыпталғаннан кейін бөлек жиналады. Және де бұларды ары қарай екінші неге өңдеуге. Иә, утилизацияға сондай повторно неге переработка. Енді экология бойынша осы жоба бойынша сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтар болса мен сізге жауап беремін, немесе технология бойынша немесе құрылыс бойынша сұрақтар болса табыс берушінің сұрақ жауаптар бар ма? Сұрақ жауап жоқ. Рахмет. Баяндама өте бір содержательный баяндама болды. Енді жалпы қалдықтарды басқару жүйесі өте бір маңызды халықтың тұрмыстық тіршілігіне байланысты. Сондықтан да мына көптеген мемлекеттік органдардан түскен сұрақтарға да жауап бердіңіз. Сол себепті осы мәселенің маңыздылығын көрсетіп отыр. Енді бізде ауданда да қалдықтарды басқару мәселесіне байланысты көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Жаңа өзіңіз айтып кеткендей, бізде 20%-дай жалпы 10 мыңдай отбасы бар жаңаға келіпті. Жалпы ауылдар бойынша да бізде жалпы полигондар бар қоршалған. Кентте бар тұрмыстық полигонның жұмысына байланысты тиісті жұмыстар жасалып жатыр. Енді баяндамасына сәйкес сұрақтарыңыз бар ма, жоқ па? Енді мүдделі мемлекеттік органдардан тапсырылған мамандар тарапынан сұрақтар болып қоймай келеді. Ешқандай сұрақтарыңыз жоқ қой, иә? Сұрақ жоқ, осы неге қаттамаға осы арналған сұрақтар, қойылған сұрақтар, сосын видеоны барлығын толық түсіру керек. Иә, видеоның бәрі түсіріліп тұр. Аха, иә. Үзбей толық түсіру керек барлығын. Заңға сәйкес. Иә, жарайды. Жұмысы бар. Қаншадан қамтылады, протоколы бар ма? Иә, тізім қайда? Иә, протокол бәрі қол қойды.
где-то 20 шақты адамдар отыр, одан аспаса. Сіздерге рахмет. Енді қатысушылар тарапынан да ешқандай сұрақтар жоқ. Сол себепті мына кодекстің қағидасына сәйкес мен осы қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймын. Қатысқандар үшін рахмет. Енді барлық мемлекеттік органдардан берілген сұрақтар хаттамаға енгізілетін болады. Қоғамдық тыңдаулардың мүдделі топтың қатысуына байланысты өткізілді және жабық деп жариялаймын. Рахмет сіздерге.